Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің бүгінгі кезекті рецептім өте қарапайым, дәмді, қолдан жасалынатын печенье. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар, видеоны соңға дейін қараңыздар, жасап көріңіздер. Алдымен қант пен майды біріктіріп, бір елкі масса жасап аласыздар. Дайын болған массамызға бір жұмыртқаның сарысын, бір жұмыртқаны қосып, бір елкі масса жасайсыздар тағыда. Келесі, иленіп тұрған ұнымызға қопсыштықты қосып араластырамыз. Жаңағы массамызды ұнға қосып, бір елкі нан илейміз. Нанымыз осындай песочный тесто болып шығады. Нанды жарты сағат холодильникке қойып қоясыздар. Нанымыз дайын болды. Кішкентай қасықтың көбегімен жарты қасық нанды алып, домалақ шарик жасап, қантқа матырасыздар. Оның бетін шанышқының көмегімен узор жасайсыздар. Узорларыңыз өте әдемі болып шығады. Осымен нанымыз полностью дайын болды. Қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аласыздар. Сіздерге қандай түс ұнайды, сондай түсте алып шығасыздар. Сонымен, мынау біздің печеньеміздің нәтижесі өте тамаша болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бүгін болған Әсел. Лүпіл қалтырып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.